біз Алланың рақымымен біз жәннатқа кіреміз. Ойлап қалмаңыздар, мен намаз оқып жатырмын, ораза ұстап жатырмын, зекет беріп жатырмын. Жоқ, Алланың рахметімен кіреміз. Біз қай нәрседе, қандай істе Алланың рахметіне ілігеміз, оны бір Құдай біледі. Мүмкін ертең біреуміз жәннатқа лайықты болып қалып, жәннатқа кірдік Алланың рахметімен, сол кіріп бара жатқандағы себебіміз, мүмкін біреу бүгін қой жамағатпен құттан оқиын деп келіп қалған шығар. Сол үшін Алла рахметіне іліп жерген шығар. Біреу бәленбай мешіт салып келді, бірақ ол үшін емес. Мүмкін бір күн келе жатта көшеде бір адамға қалтасында бар 100 теңгесін беріп кетті. Сол үшін Құдайдың рахметіне ілігіп кетуі мүмкін де. Сондықтан ол біздің кез келген бір ісімізде біздің Алланың рахметіне ілігуіміз мүмкін. Ойлап қалмауымыз, бірақ біз білмейміз.